Самал Зікірия қызы Шаймерденова. Қасқыр емген кейуана. 1 бөлім. Оқылған Қуат Ахметжан. Löпіл басып, арнама жазылы отырыңыздар. Қазақ ықылым заманнан табиғатмен тығыз байланысты. Соққан желдің, толқыған көлдің, ұшқан құспен жүгірген аңның тілін білген. Өзінен басқа тіршілік иелеріне құрметпен қарап, қасиетін ұққан, кие тұтқан. Қасқыр емген кейуана туралы аңызды естіген боларсыз. Естісеңіз, жаңаға сөзіме дәлел болар. Естімесеңіз, айтайын. Туған жердің қойнауына сіңіп, құшағына көмілген ғажайып бір оқиғадан құлағдар болыңыз. Жазушының шабыты шарықтап кеткен жерлері болса, әруақтар кешсін. Бабалар ғасырынан сыр шерткен аңыз жанымның солқылдай сыздаған, сыздауық сырына айналған қашан. Пісіп тұрған сыздауықтың соқтасын сығып, жүрекке тыныштық орнатқым келді. Қытай асып, мал бағып, тірлік еткен елдің көкірегінде бір мұң, бір сыр барын кім біледі. Сыры өзектінің сезімі мен төзімі, күйгені мен сүйгені, қатталған кеуде сандығы. Мұңы атамекенді сағынған, өзгелдің заңына бағынған қайран елдің тағдыры. Қытай еленіп кетіп, сызылған шекараның арғы бетінде қалып қойған қазақтың жеріндегі елдің өз жерінде туып, өз жерінде өліп, өз жерінде ғұмыр кешкенін тарих дәлелдемесе, адам мойындай ма? Қытай қазақтары деген айдар тағып берген алып державаның да пысықтығы теңдессіз. Советтің қызыл туы желбіреп, қылышы жалаңдап, бейгүні халықтың қызылғанын судай ағызғаны аздай, аштыққа ұрындырған тарих беттерін қан састып тұр ғой. Бірінен тірідей, бірінен өлідей айырылып шерлі болған қаймана қазақтың малы шашылып, жана қырылып қалды. Ел асты, бас сауғалады. Безіп кетті, жер шарын кезіп кетті. Қытайдағы елді пана тұтып, шекарадан ары қалған елдің себебі осындай. Ежелгісі кіндік қаны тамған жерде жүрген соң, мына мекенді аңсағанымен, шекараның бергі бетінен арғы бетіне жан сауғалап ауып барған қазақтың атамекенді аңсар ақиқат. Айтпағым, бұл оқиға қазақтың ежелден өз мекені Құлжадан болған деседі. 1960 жылдары арғы беттен бергі бетке керуенін бұрған қалың көштің арасында менің бабаларымда болыпты. Атамекенім айдап келген ата-бабамның жерліктер тағып берген қытайлықтар деген көзтүркі атағы болмаса, шежірешіл, жыршыл еді ғой жарықтықтар. Бас қосып қауқылдасып отыратын қасиеттілерімнің аузынан бала күнімде естіген осы бір әңгімем есімде еміс-еміс қалыпты. Ақ бәйбіше. Мақпал түннің жібек желі ергелей есіп, сай саланы шарлап, сүттей әппақ ай сәулесінің жарығы түскен жердің бәріне сәлем айтып тұрғаны болмаса, өңгі тіршілік қалың ұйқыда, түннің жартысынан ауып, таңғы бөлігіне бет алған тұсы шырт ұйқыда жатқан елдің бәрінен бөлік, қыбырлаған жалғыз пенде бауырлай маужыраған зеңгір аспанның астындағы тыныштықты бұзып, сыртқа шықты. Арсалаңдаған кәрі төбет басын көтеріп, желбегей жамылған шапаны жер сызып келе жатқан қарияның аяқ тықырын көзімен ұзатып барлай қарағанымен түрегеліп еріп баруға ерінді. Жасы келген бейбақ осы үйдегі ит атаулыға бас көз болғаны демесең, қарттың ізін басып шауып кеткен анау тазылардай шапшаң қозғалып, шалт қылық қылмайды. Әрменірек барып, дәрет сындырған қария соңынан сөлкілдей еріп бүлкілдей шауып әрі ұздап, кер қайтып жүрген қос тазысын ерте бер келеді. Үйдің иығына жете жүрісін тежеп, жез құман жерге қоя дәрет алған иесінің екі қапталында шоқиып отырған сұлу тазылар, ақ сұңқар мен көк сұңқардың күндегі салты осы. Бұл сұлулардың даңқы сөз жеткен жердің бәріне мәлім, иттің де абыройлысы болады. Жүгірген аңды, ұшқан құсты қолдан шығармайтыны, қоя мен түлкіні қанжығаға байлап беретіні былай тұрсын, жонарқасы күжірейген арланың екеуінен шілеткен. Түнгі намазын оқып, қос алақаны көкке қаратып қалқайып отырған қария көпірлеп ұзақтауға қалды.
Қарасуды теріс ағызатын Мағзұм молданың ұлы деген аты бар. Балиғатынан 5 парызы түгел мұсылмандықтың жолын бұзбаған Молдыбайдың түр тұлғасының өзі қандай шіркін. Екі иығына 2 кісі мінгескендей қаптағай денелі, кең кеуделі, жуан мойынды 5 қарулы жарықтық. Жігіт кезінен көкпардың көк серкесін тартқызбаған білекті, көпті басындырмаған жүректі, сөздің турасын, істің әділін айтқан шыншылдығымен сыйлы қария. Бәйбішесі аққудан бала көрмепті. Екінші жары Ақлиманың етегінен өрбіген 7 ұлдың 5-еуін Құдайдың өзіне беріп, қалғыр мен болғырдың тілеуін тілеп өсіп-өніп отырғанына мың шүкір етіп, мың дұға қылған қарттың таңнан бұрын бүгіліп сәжде қылар дағды сөз көрмейді. Қалғыры ағаларынан кейін қалт-құлт етіп тәй-тәй басып, есіктен сығалаған өлімнен қаңғып жүріп өсірген соң, еркелеу хам жалқауырақ, сауқышыл. Болғыры алдыңғылардың жоқтауын естіп, кемдігін көріп, ойсыраған орнын толтырып ержеткен ақылдысы хам еңбек қоры, шебер құдай сынағына сабыр еткен құлынның құтын бір ұлмен түгендеп берейін деді ме, бір басына өнерді де үйіп төгіп бере салыпты. Домбырасының ішегіне саусағы тисақ болды, қос шек күмбірлеп ала жөнелді. Күйінен киік билеп, тыңдаған ел елтіп, атамекенді аңсайтын көптің жүрегін толқытып, ыстық бұлағын қайнатып жіберетін көрінеді мың болғыр. Құлжаның құба белдеріне өрмелете жылқы баққан болғырдың жүрегі бүгін қобал жулы. Келіншегінің кешеден бері тынымы жоқ. Алғашқы туыты болмаса да, осы жолы құрсағы тастай қатып, түйіндей батып, қабырғасының астын сыздатып, жанын жеп жатқанынан мазалы. Онсыз да тырбиған арық неме нәр сызбай, суырттамай ыңыранып жүр. Молдыбайдың бәйбішесі қарының астын сипап көріп, әлі піспеді, толғақты анық емес, қимылыңды тоқтатпа, деп кер қайтарғанда ол сорлы. Ойбай-ау, апау, бала тапқан қатын екенім рас болса, сәті келген анық, жамбас сүйегімен нықталып, аяқ алып жүрмекке болар емес. Әлгі бір шөп қайнатып ішкізетін дәстүріңізді қылмасаңыз, қу жанымды қоярға жер таппай барам, деп зар иледі түнегіні. Мұнысы бала таппаған сізден бала тапқан мен жақсырақ білем ғой дегендей шықса да бәйбіше көңіліне алмады. Сорлау. Келмеген толғақты шақырып алар құдірет қайда менде? Ішке түскен шекет сыртқа шықпай жатушы ма еді? Алланың бұйырған сәтінде шығарды. Бар, күт, деп зекіп жібергенімен, келіншектің қысыр сөзіне мән бермеген. Қарақат, ең болмаса, ішімді сипап беріңізші. Қолыңыздың табынан жаным тынышталып, бойым жылып, рахаттанып қалам, деп жалынды. Бетсіз қалғыр. Енесіне қарын сипатып, талтайып жатқан қатынды қайдан көрдің? Бар, байыңа сипат, масқара, деп екі бетін кезек-кезек шымшығанда тегі ортақ ру бір, сүйегі туыс екен алға тартып алдына басын қойып жата кеткен келіншектің шашын аялай сипап, үнсіз қалған бәйбіше. Сүйек жаңғыртам деп күшейдегі тоқалдан туған 2 ұлдың үлкеніне өз тұқымынан қыз алып берген ақ бәйбіше. Ақлима тапты, тоқалдан туды демесең, 2 ұлдың екеуі де аққу апасының емшегін еміп қойында жатты. Молдыбай кіші қатынның отауында түнейтінде, кекілді ұлдар ақ апасының құшағында ұйықтайтын. Қатын болып байын қызғанбаған бәйбішенің бас иесіне құрметі де ерекше. Сөзін бөліп, көңілін қалдырып, абыройын төмендеткен емес. Жұрт сүйсініп жататын ақ бәйбішенің осы қасиетін естіп өскен 2 бала, есейе келе шешелерінің де жүрегі мұңға, көңілі шерге толып ғұмыр кешкенін түсінген. Апатай ертек айтыш деп қиғылық салғандарында, кейде бұлар ұйықтап кеткенше аңыз әпсаналарды сапырып, кейде ыстық жасы жастыққа сіңіп, теріс қарап бүктісіп жатып қалатын. Жарықтық, жарына емес, тағдырынан алыйды екен ау. Несін қызғансын? Ақлима ақ бәйбішенің бір шашына да татымайды ғой деп сыпсыңдайтын қатын қалаш 2 баладан қорынып сыбырласпайтында. Ақ апалардың сұлу екенін олар онда қайдан білсін? Аналарының кім екенін білмегеніндей, ақ апаларының көрер көздің жауын алып, естір құлақтың құрышын қандыратын перизат екенінен де бейхабар болатын. Ақлимаға бала керек те болмағандай құтты. Туғандар өле берсе де, аса бір қайғырып, жер бауырлап жылап жатқан ешкім көрмепті.
Емшек сүті сорғалай ағып жүріп, сіресе домбыққан кеудесін байлап алып, үн-түнсіз тірлік қыла беретін. Жаңағы қатындардың суық сөздерін естімейді емес, естейді, мән бермейді. Екі ұл оның да сырын кейін ұқты. Еркек атаулыдан сұлу жаратылған әкелерінің болмысына жұтынып қарап, тұтығып қалмайтын ұрғашы кемде кемет. Екі сұлу қосылғанымен бір перзентке зар қылған Құдай махаббатқа емес, қыл үстінде тұрған ұрпақ жалғасына араша болмаққа осы сорлыны қоса жаратып қойыпты. Қанша сұлу болса да, пұшпағы қанамаған сүйіктісінің өз рұқсатымен төсек жаңғыртқан бір еркек пен тағдырына пұшайман болған екі ұрғашының арасындағы терең мұң сырт көзден құпия екен. Бірінен соң бірі шетінеп өліп қала беретін сәбилердің соңғы екеуін аман қалдырған Құдаймен алыспай, бір өзге тапқан балаларды бауырына басып, бірі таппағандай, жаратушысынан тағы перзент сұрап, екі қатын бір еркектің тілеуін тілеп, өз сорымен өзі іштей алысып, үнсіз ғұмыр кешіпті. Мұның бәрін екі жігіт кешікті. Ағапа деп үлкен үйдегі апаларының сүтсіз емшегін еміп, сыздаған емшегін байлап азаптанған аналарын елемей өскендері өксік тықпалады кеуделеріне. Не десе де екі үй, бір қазан, екі әйел, бір еркек, екі ұл, бір үміт шаңырақты қисайтпай, ошақты сөндірмей әулетті жабылып жатып сақтап қалыпты. Болғаның келіншегіне не кесір тигенін кім білсін? Толғағы жиілемей бірнеше күн қинап бар күшін сарқып тастады. Төртінші тәулік жанын қоярға жер таппай шыңғырып, жер тырнап жыладай. От жақтырып, су жылыттырып, жарыс қазан салдырды бәйбіше. Ақлимы аң қалаңдап жүргенімен, үлкен үйдің жарлығына жарбаңдап, бұйрығына жалпаңдап, немересінің дүниеге келуін іштей тілейді. Ақ бәйбіше ақ қол алдырып, арқан кергізіп, келінді кіргізіп алғалы Ақлимаға аяқ бастырмады. Қызғанады. Күйеуінің ыстық құшағын бөліскенімен, екі ұлды бөлісерге құлық танытпай еленіп алған соң, олардан туғандарды да өз етегіне орап, кіндігін өзі кесіп, қанымен берілмеген текті қолымен беріп, өзіне ұқсатып алған бәрін. Шарана, кіндігін кескен кіндік шешеге ұқсап кететіні Құдайдың құдіреті де тоба. Таңға шырылдап толғатқан қарақат, айдай сұлу қыз тауып, көкжиектен күннің нұры шашырай атқанда үзіліп кетті. Кіндігі мойнына оралып, тұншығып барып, көгіріп туылғанда дем алмай, көтенінен шартылдатып ұрған ақ қолдың әрекетінен соңды, тірекенінен белгі бермеген қызыл ет, ақ бәйбіше аяғынан салбырата көтеріп, тұрып арқасынан қағып жіберіп, аузына саусаған сүңгіте салғанда шар ете қалды. Құлыным, балаңды бауырыңа баса алмай емшегің имей кеттің ау, деп аңыраған ақ бәйбішеге басып айтқан ақ қол кінәлі адамдай тізерлей отырған күйі. Қайтейін ақ бәйбіше ау деп еңкілдей жылады. Ғайша. Молдыбайдың еркесі ақ бәйбішенің елігі, осы әулеттің ең қымбат мүшесі Ғайша. Екі ағасының соңынан ерген шәрбәт қылықты сәбидің қалауына түгел қылдық. Үш баласына ана болар жібі түзу жан таппай, 2 жылдан астам жалғыздық кешкен болған көктемге іліне Найманның жесірімен уағдаласып, көп ұзамай алып келетін болды. Молдыбай той қамына кірісіп, алыс жақын елге хабаршы жүгіртті. Ат шаптырып, бәйге бермесе де екі жесірдің некесін қиып, мал сойып, көптен бата сұрамақшы. Жаз жайлауға барып, арқа-жарқа думандатып жатуға ұлы келіспеді. Жесір мен жесір бас қосса, амалдың жоқтығы тағдырдың жазуы да әке. Несіне жырқап тойлап жатамыз? 2 жарты бір бүтін болмаққа елді куәгер қылмақ жеткілікті деген қам көңіл ұлының сөзіне қарсы дау айтпады. Ақ бәйбіше де Ғайшаны емрене иіскеп құшақтай кемсеңдеп кетіп келісті. Қасқыр күшіктеп жатқан кезең. Болған келіншек алып келіп, Молдыбайдың үйіне құдай жекжат туған туыс көрші қолаң жиналды. Баланың үстінен кеткен келіндерінің әке шешесі де келді. Қария мен ақ бәйбіше алдарынан өтіп, ұлықсат сұрай барғандарында, олар да егіліп отырып, бір шетінен Молдыбайды ескі күйеу деп сыйлап, бір шетінен ақ бәйбішені қыз деп құрметтеп, Құдайдың бұйрығына қарсы шыға алмайтын пендеміз ғой деп екеуін күтіп жіберген. Молдыбайдың бесіктес ағайыны бір мүшел кішілігі бар інісі Шақан, ұлының соңынан еріп, Үрімшіге көшіп кеткен, талай жыл ілгерде. Даланы сағынып ауылға аңсар ауып келген соң,
Жұрт тарқағанды қалып, біраз күн жатпаққа бел буды. Әпенделеу аңқалақ мінезді бауырының бұл шешімін Молдыбай қария да құптады. Екі бауыр жорға мініп, ел аралап, шер тарқатып жүрді. Ауық-ауық кештерде болғанға домбыра шерткізіп, күйдің әуеніне елтіп, толғанып отыратын. Енді шырқа деп өтінішпен бұйрықты қатар айтып, пақ шіркін, самға деген елдің қолпаштауына разы болып, қопаңдап қалады жігітің. Болған өнерге кендеме, кең дауысын керней, аспабын қағып жіберіп, әндеткенде бәрі тынып, сүйсіне құлақ салады. Дүние қызыл жасыл сылаңдаған, сұлудай сылқымданып бұраңдаған, төрт күлім түгел дейтін халім ғане туған жер қол жетпесім шығармаған деген қазақтың көңіліндегі атамекенге деген сағынышын қытықтап, жырмен төккенде, мөлтілдеген жасын жаулығының ұшына сіңдірген шешелер мен терең күрсінген әкелері айта түстегендей көз салады. Суырып салмалық өнерден де құралақан емес жігіт бәрін бірдей баурап алып, ән мен күйін үзбей таңға созады. Осы бір татулыққа тұнып, тамылжыған күндердің шырқыны шақан кетірді. Сүтті үйіған әулеттің әтуері қашып, аяқ астынан даурықты да қалды. Болғанға еріп мал өргізіп кеткен шақанның сол күні-ақ бұлардың тыныштығын білдіріп, күл талқанын шығаратынын кім болжаған. Молдыбай қарияның неше күннен бері жүрегі дірілдеп, көңілі құлазып жүреді. Әулие атанған мағзұм қарияның ұлы ненің боларын болжай алмаса да, әкесінің түсіне тынбай кіргенінен күдіктеніп жүреді. Теріс қарап отыр екен жарықтық. Арқасынан келген ұлына бұрылып та қарамады. Кішкентай Ғайшаны жетелеп ұзап барады. Молдыбай өкшілі еріп келеді. Керет сарқыраған өзенге келіп тіреледі. Қап-қара лай ағып жатқандай, көктемгі қар еріп тоңы жібігенде өзеннің суы тасып, қарасу ағатыны белгілі ғой. Мағзұм молда Ғайшаны қарасуға малып, ары-бері шайқай береді. Молдыбай шырылдап жылаған немересіне болыспаққа қанша ұмтылса да, қаққан қазықтай қозғалалар емес. Табаны жерден ажырамайды, шегеленіп қалғандай. Әкесі шөбересін суға лақтырып қайта сүзіп алып әуре, қанша тұрғаны беймәлім. Әлден соң су тұнып, мөп-мөлдір күйгеніп, арны қайтып, сылдырлай аққаны. Мағзұм қария осыдан соң ғана Ғайшаны жерге қойып, баласына бұрылмаған күйі кете берді. Түсінен шошып оянған Молдыбай қария терге малшынып жатыр екен. О, жаратқан ем! Күнәһар пенделеріңнен кеткен ағаттықтар болса кешіп мейіріміңе бөлі, қаһарыңнан сақта, деп тағы да ұзақ дұға қылған. Түнгі намазда сәждеде де жатып. Болған малды жайып, тыным алғанда, кертөбелін бүлкөктетіп бара жатқан шақан таутас аралап келмекке ниеттеніп, ақ сұңқар мен көк сұңқарды ертіп желдіріп кеткен. Әкесінің қосатардың астына шыққан әпенделеу ағасына: «О, көгі, қоян атсаңыз жаны шықпай бауыздап аларсыз», деп ескерткен болған. Бауырына көкесі: Білем ғой», деп жөней берген. Көп ұзамай мылтықтың дауысы гүрсете қалғанда, жылқы осқырынып болған селкетті. Алыста қалған Молдыбайдың жүрегі секіріп кеудесіне сыймай өрекпіп, бір сұмдықты сезгендей мазасы қашты. Шар ете түскен Ғайшаны жұбата алмай дал болған ақ бәйбіше әрімшік беріп, тәтті ұсынып қанша бәйек болса да, сорлы баланың жағы сенбей ақ қойды. Атасы дем салған соң сылқ етіп құлап, ұйықтап қалды. Болған жайды әкесіне қалай жеткізерін білмейді ал. Шақан маңдағы қасқырдың апанына тап болып, екі бөлтірігін бірдей бауыздап алыпты. Күшіктеріне қауіп төнгенін сезген құртқасы алыстан орағатқанда, Шақан көздеп тұрып сұлатып салған. Оқ тиіп ұшып түскен құртқаның өлі тірісіне бас қатырмай, екі бөлтірікті қанжығасына байлап ыржиып келе жатқан әпер бақан көкесін көргенде-ақ санын соғып, есінен тана жаздаған болғанның сөзінің құлағына дәлген жоқ көкесі. «Әкеңнің аузы неменеге сонша бүлінесің? Жылда бірнеше жылқынды жеп кететін даланың итін сонша аяп не көрінді?» деп бұлқан талқан болды әуелі. «Ақымақ болмасаңыз, қасқыр күшіктігінде айналасындағылардың малына зиянкестік қылмайтын адал аң екенін білетін боларсыз. Күшіктерін өсіріп, ертіп кеткенше көршісін қорғайды, қиянат қылмайды, қылғанды кешпейді», деп шеке тамыры шодырайып қанша зар қақса да көкесі былқ етпеді. Желдірген күйі ауылға бет түзеп кете барды. Молдыбай қария сөз ұқпайтын бауыры Шақанды қуып жіберді. Жай қуып жібермеді, көгермегір көргенсіз деп қарғап жіберді.
Абыроймен келіп абыройсыз кеткен ағайыны енді көрместей боқтанып, ағасының сөзін кек тұтып кетті. Сол түннен бері қанша күзетсе де болған малын сақтай алмады. Бөрілер бір түнде келіп, жылқыларды тамақтап, құлындарды жарып кете берді. Бұдан ары малды өргізу қияметке айналды. Қасқырлар күн-түн демей шабуылдайтын болды. Жылқының бірде-біреуін жемей жайрата берді. Бұл кезең киік төлдеп, қасқыр ораза ұстайтын мезгіл еді. Аяқ астынан 3 жасар Ғайшаға түсініксіз дерт жабысты. Молдыбай қария дем салып, Құран оқып, талай дертінің бетін бері қаратып жазып алатын болғанымен, өз немересіне құдіреті жетпеді. Іштей қайдан келген азап екенін де сезеді. Ақ қасқырдың кесір ұрғанын, бауырына қарғыс айтып қата кеткенінде қуыш сезгенімен қыларға шара таппайды. Әулие баба ұрпағына қарғыс айтпауды, қарғанып сіленбеуді мықтап ескерткен екен тірісінде. Қарғысты зұлым сөздің өзіңді де орай кететінін білсе де, ашуға ырық беріп қойғанда амалға қайыр жоқ, орады. Болғанның қатына түсік тастап, еріп келген баласы апалап Ақлиманың етегіне оралып, ызыңдап берекені қашырды. Ғайшаның жүре алмай меңірейіп отыратын ақ бәйбішенің жанына батып, әлгіндегі айрандай үйіған әулеттің шырқы кетті. Сүйіп емес, сеніп бас қосқан жарына болған ыстық ықыласты бола алмай-ақ қойды. Молдыбайдың амалы намазын қаза қылмай, дұғасын үзбей кең Құдайдан медет тілеу ғана. Осы азабы аздай болған аттан құлап мертігіп төсек тартып жатып қалады. Қалған малға тірлікке икемсіздеу, қалған ел қыла алмай шашып тастады. Қалғанның жары сылқымның нақ өз. Құдайдан шебері бар ма? Екі есерді дәл қосып қойғанын қараш. Сатқанын сатып, қалған ағайындарына бөліп қосып, Молдыбай қария қиюы келіспей кеткен тірлікке нүкте қойғанда, қалған қатынын алып, қалаға қарай тартып кетті. Бұл да мейлі. Сол жылы ешкім естімеген қыс болып, ақ бәйбішенің өкпесіне суық дейді. Апау, мені қойшы сен жазылшы. Мұна бейбақтарға кім ие болады деп кемсеңдеген, болғанның қолын оттай ыстық алақанымен қысып тұрып, ауруханаға кетіп бара жатқан ақ бәйбіше Ғайшаны құшып ұзақ жылады. Келем ғой шарағым, сауғып келіп, Ғайшамды құшақтап жатармын деген, моншақтай тырсылдаған жасы жерге тамып. Әйел болып пұшпағы қанап, емшіге имеген сорлыны соншама сұлу жаратқан Құдай тоқалдан туған ұлдарға ана қылып, еметайын ездіріп қойса өзіне жөнде. Бәрінен бұрын сүйек жаңғыртып, болғанны өз тегінен алып берген сіңілісінен айырылып қалып, суық денесінен суырып алға жып-жылы шаранасының қанын жаулығына сүртіп, етегіне орап баққан Ғайшасын қиымайды. Болғанның некелесі жетектеп ертіп келген ұлын жетектеп ертіп кеткенде де ешкім өкінбеді. Құдды осылай болуы заңды сияқты. Тосыннан келетін азаптарға еттері үйреніп қалған үйдегілер үнсіз қоштасып қала берді. Апасы кеткелі, Ғайшаның сөзі азайып, көзі кіртиіп, періште жүзіндегі сүйкімділік ұшты күйлі жоқ болды. Аяғынан тік тұра алмаған соң, көткеншектеп құйрығымен сырғанап, таңнан кешке дейін сырғанайды да жүреді. Бел көтеріп, тіршілікке араласа бастаған болғанның қолы тигелі, керек еткен тірліктің беті бері қарап, жыл бойы қаңтарылып қалған талай іс өне бастады. Әкесі бөліп тастаған малдардың басын біріктіріп, өзісін үзілген жерден қайта жалғады. Еңбекқор жігіттің естияр болып қалған қосылы шығысып, ауырлығын жеңілдетіп, жеңілін желде естірді. Бұрынғы әнші күйші болғанның бойында сол өнерден ырымдыққа да белгі қалмаған. Кім қанша жалынса да жыр айтып шырқамайтын болды. Кетіп қалған қатынды іздемеді, өліп қалған қатынды ұмытпады. Қатынның жоқтығы емес, Ғайшасының күйі күйік болды. Ағапасын сағынды, 6 ай ауруханада жатып, сауығып келдім деп күлімдеп оралғанымен, көп ұзамай дүниеден озып кете барған құшағы жылы, алақаны жұмсақ, әппақ сұлу апасын іздейді. Тапқаны бар, баққаны жоқ өз шешесін ана көрмейді, жеңге тұтады, әкесін аяйды. Әке, Ғайшаны жазарға амал бар ма деп сұрады. Желдің өтінен торғып кеткен қоңырқай жүзін сыйлап отырып кешкі ас үстінде болған. Молдыбай қария көп ойланып, ас сөйлейтін әдетімен жауабын ұзақ күттірді. Мосқал сақалын салалай тарап үнсіз ұзақ отырды, жүре алмаса да ес білетін Ғайшаның шашынан иіскеп алып, кім білсін балам, дәрігерге көрсеттік.
денсаулығынан кемдік таппады. Бел омыртқасында ақау жоқ, аяғы да сауы. Тілі тастай, көзі оттай баланың дертін молдалықпен емдемесе деп күмілжді. Әке, бұл маңда сізден асқан молда жоқ қой, оны өзіңіз де біліп отырсыз. Ендеше бір амалын қылайық та, деді ұлы, шарасыздықтан шытынап. Деп қойғаны болмаса, Молдыбай қария көріп жүрген түстерінен сезіктенетінін, әлденені сезетінін тісінен шығармады. Желбекей жамылған оқалы шапаны жарқырап, өңірі кестелі-ақ көйлегі мұнтаздай таза кесі, алақанына түскен аппақ сақалынан нұр шашырап келген, түсіне төрт қайталай. Қасқырдың құртқасы емізсе, құлан таза жазылып шауып кетеді деп, Ғайшаның аяғын ұстап отыратта жай басып, ауаға сыңып кетеді. Бұл түсті бір емес үштен ауа қайра көрген соң уайым мен ойдан кірген жай түс емес, аян екенін Молдыбай қария жақсы біледі. Десе де қасқырды қалай емізбек? Түгел түркі түбі бар. Түбі атасы Көкбұр деген әпсанаға зейін қойса, айдалада қалған нәрестені қасқырлар тауып алып, құртқасы бауырына басып өсіріпті. Түрік баласы тарапты түбінде құртқаның сүтімен өскен. Қасқыр деген киел аң. Өз дегені болмаса ешкімнің бұйрығына бағынама. Бол түгілі терісін тірідей сыпырып алсаң да қыңқ етіп, дыбыс шығармайтын бөріні күштеп көндіріп, қорқытып ала алмассың. Түсінің төркінін түсінсе де амалын таппай мазасы кеткен қария, Ғайшаның анасын тапқан ата анасы, әрі құдасы, әрі қайын жұрты ақ бәйбішесінің төркіні Албан руының ақсақалдарына жүгінбекке шешті. Домалық анадан өрбіген тек тұрпақтың қайсысын түртсең де әулеліктен кемшін емес. Қариясы Дәрия, ұлы батыр, бақадүрлердің ұрпағы ғой. Бір білсе солар білер деп жолға шықпаққа қамданды. Қанша қаласа да ақ бәйбішесінің топырағына тоқалын ертіп баруға қымсынды. Болғаның үлкенін өзіне қолғанат қылып қалдырып, кішісін ілестіре аттанып кетті. Албанның алқалы жұрты қашанға әдетімен кәрі күйеу сыйлы құдасын құрметтей қарсы алды. Қыстың беті қайтып, тоңы жібіп, аязы сына қоймаса да 12 қанат кереге керіп, қалың ақ киізбен оралған жып-жылы үйді күтті. Темір пештің отын үзбей, маздаған сексеуілдің табын сақтап, қатын қалашта аяқтарынан тік тұрды. Қазақ күйеу баладан бата сұрамайды. Молдыбай молданың күйеулігінен құдалығы басым, оның үстіне аузы дуалы молданың батасын кім алғысы келмесін. Өлген қыздарының көзіндей болған қарияның алдына семіз ақ қойды сүйреп кіріп, қолқалап бата сұрады. Албан ата ұрпағы. Тартынғанына қоймады Албанның қариялары. Үлкендердің көзі кетіп, замандастардың өзі сиреп түргіз шыққан жасында, 100 жылдық күйеу кәрі құдаға бата беруге болар да деп қолқа салған соң, жалындырмай қолын жайып, құдалық ниетпен. Ал әумин. Бөсіп өнген елі болыңдар, хан патшамен тең болыңдар, бей түсетін үй болыңдар, өздеріңде бей болыңдар, бесіктерің тербетіле берсін, ұлдарың ер жете берсін, қыздарың домалы анандай қасиетті болсын, ұлдарың бәйдібек бабадай өсиетті болсын деп ата бергенде, қаумалаған қалың ел бір ауыздан әумин деп бет сипады. 3 күн 3 түн қонақ болған Молдыбайдың бейімтай сұраған ақсақалдар қарияның жайдан жай келмегенін болжаған деді. Иә, ақылдасар алқа, кеңесер кемеңгер, сіздер деп іздеп келдім, деді қария, аз-кем үнсіз отырған соң. Ақ бәйбішем етегіне орап алып, бала үстінде үзілген келінімнен туған, кішкентайымның аяқ астынан мешел болып аяқтан қалғанын білесіздер. Тәні сау, тілі сау баламның жүре алмайды демесең басқа дерті жоқ. Ақмақ бауырым күшік деп жатқан, құртқаны жазым қылып, бөлтіріктерін өлтіргелі оңбадық. Келі аңның киесіне ұрындық, шатқаяқтап барып, әрең тіктеліп келеміз. Әкемнің мағзұм әулие екені рас болса, түсіме де жайшылықпен кірмесі белгілі, деді сабырлы жүзбен салмақтай сөйлеп. Ақтияттылықпен тыңдап отырған қалың ел үнсіз, қариялардың ең сыйлысы Қожбанбеттің алдына түсіп сөз бастар ешкім жоқ. Қасқырдың адамның баласын емізгені аңызда бар. Десе де адамның арасындағы 4 жылдық сәбиді бауырына басып, емізе қоярына күмәнім зор. Ол балада емшегеме қояр жаста емес, қасқыр киел аң ғой, тектен тек ешкімге соқтықпайды.
ешкімге бағынбайды. Оққа ұшса да қасқайып жатып жанын қияды. Алайда олардың киелілігі сонда, адал, басын иіп көмек сұраған адамзаттан безініп көкірек керінбейді. Әулиенің түсіңізге кіріп, аян бергенін сезсе, кегі кеткенді кешірден бас тартпайтын шығарды. Тек амалын таба алсақ, деді Албанның қариясы. Сүйегі асыл тегі дара қарттардың бәрі де мағзұм қарияның аян бергендегі құртқа емізесінің турамағына да емес, дала патшасының өз баласына кесірі тиген адамзаттың баласын бауырына басып, кешірметсе дегенді меңзеген ұғып отыр. Ұзақ талқыласып мәжіліс құрған қарттар ақыры бір шешімге келіп, мағзұм әулиенің аян қылған аманатын орындап көрмекке бел буып сөз байласты. 2-3 ай бұрын шағылысқан қасқырлардың бөлтіріктер кезеңі келіп қалған білетін қарттар жақын күнде Құран түсіріп дұға қылмаққа Молдыбай қарияның үйіне жиналып қасқырдың алдында бастарын имекке келсісті. Бір шеті ақ бәйбіше атанған аталас сұлуларының екіншіден туыттан кеткен қарақаттардың әруағының алдында бір амал қылмаққа өздерін парыздар сезінді. Ғайша туған жер емес пе? Молдыбай қария ауыл сыртына 3 үй тігіп от жақтырды. Ақлима Ғайшасының анасы мен ақ бәйбішенің төркінін күтіп алуға дайындық қылды. Бірнеше күн Құран түсіріп, дұға қылатын қариялардың ас суын қамдап, Молдыбай қария жылқы сойды. Қара қойдың бірін бауыздап Құдай таратты. Алласына сыйынып медет тіледі. Қасқырдың киелі екені әбден рас. Жарықтық ақ құртқа 2 бірдей күшігінен айырылып, өзі жазым болғанмен бұл маңнан ауып алысқа кетпеді. Емшек сүті тамып, қаны ағып жүріп, оқ жанаған аяғын сылтый басып, болғанның малының көбін қырып тастағанымен, Молдыбайдың мені кешіріңдер, шақан бауырымның итті кет деп зар илеп қылған дұғаларын естіп қабыл алғандай тынған. Анада бір оқысшыға келген қасқырдан үркіп аударып кеткен аттан құлап жазым болған. Есін жиғанда анандайда шоқиып отырған ақ қасқырды көрген. Зәресі ұшып жарып кетерге оқталып отыр деп жалынып жылап кешірім сұрайды. Ақ қасқыр құдды жігіттің сөзін оққандай аңдысын аңдып отырады да, жігіт әлсіреп талып бара жатқанда бүлекке басып сылтый басқан күйі кетіп қалады. Төсек тартып ұзақ жатқан болған, аяғын сылтый басып тірлігін жалғағанда да дала сөзінен оқтың көріп қалатын болды сол бір ақсақ қасқырды. Өзі де ақсаққа айналды ғой болған. Енді міне маңда жүргенімнен қиянатқа бармаған сол қасқырдың үйірінің алдынан өтіп кегін кешуді сұрамақ. Құран аударып қариялар таңнан кешке дейін Алладан дұға тіледі. Үлкендердің келісімен бір топ жігіт жортуылдап бөлтіріктеп жатқан құртқаны қолға түсірмекке аттанды. Бөлтіріктеп жатқан құртқасын күзететін арланның сесіне қарсы тұруға мүмкін бе? Қанша жүрексінсе де Құранның қасиетіне сеніп Құдайдың құдіретіне сиынып шыққан көпке ақ сұңқар мен көк сұңқар да еріп кетті. Қариялардың бұйрығымен аттанғандар жуық маңдағы қасқыр апанын тауып, бөлтіріктерін алып келмек. Баласын іздеп келген құртқа шарасыз пенденің бір өтінішін қабыл алса, құбағып, қабыл алмаса, сорлап қалмай ма? Үміт пен күдік қатар айғасып, Молдыбай қарияның түсінде аян берген мағзұм әулиенің аруағына Құран бағыштап, жігіттер аттанғалы тәулік таусылуға таяу. Оқ-дәрі мен иттердің иісін сезген бөрілер шаппаққа именіп алыстан барлайды. Бөлтіріктерін тастап кете алмай айналсоқтай торуылдаған ақ бурыл құртқа баласын алып кетіп бара жатқан адамзаттың ізіне түсіп еріп жүре береді. Сол түні қасқыр ұлиды. Ит біткеннен тыным кетіп, ызалы бөрінің сесінен үркіп құйрығын қысып жатқан алыс ауылдағы көп итте тыпыршып жан таппаған ақ сұңқар мен көк сұңқарда да ес қалмады. Адамдардың бөлтірігіне зиян қылмай ұсыныс қылып тұрған жарықтық аңда сезгендей. Құран үзілмеді. Қариялар дұға қылуын тоқтатпады. Ақ бурыл құртқа арланымен жақын маңда жүрген бәр сезді, тек өз бөлтірігін іздеген бөрлердің үй маңынан қазылып жылылып, астына киіз төселіп жасалған жаппадағы бөлтіріктер мен адамның баласы қатар жатқан шұңқырға жақындауы қиын. Байлаулы тазылардан үркті ме, қаруланған адамдардан сезіктенді ме, орағытып жүрді де қойды. Қосбері. Екі ортада сәбеге зиян қылама деп Ақлиманың жүрегі аузына тығылып тұншыға жылады. Тірі адам естіп білмеген бұл істің неге ғана өз басына түскеніне назаланды. Көзі тірісінде бір баласында еміреніп сүймегені,
құшағына қыспаған үшін тапқандарын еленіп алып, сүтсіз емшегін аузына салып шешесіне емізуге де бермеген ақ бәйбішенің алдынан кесіп өтпесе де, іштей жек көрген еді. Енді жаны қысылғанда мейіріміне бөліп, бесігін өзі тербетіп, түн ұйқысын төрт бөліп өсірген құлындарының есі ақ бәйбішенің әруағына Құран бағыштап, күбірлеп дұға қылып, қолын көкке жая берді. Таң намазы кірдау дегенде осқырынған жылқылар мен қыңсылаған тазылар тыныштық тауып тына қалды. Жаппа шұңқырды алыстан бақылап, әр сәтті мүлт жібермей отырған жігіттер жақындап келіп үңілді. Айнала қойылған шамдардың білтесі түгесілуге таяп, майы таусылуға айналыпты. Кірпік қақпай отырған Ақлима сыртқа шауып шығып, қолдан қазылған апанға қарай жүгірді. Уа тоба, бөлтіріктер жоқ. Мүлтіксіз кірпік қақпай бақылап отырған соншама елдің көзін қалай алдап кеткен. Шөп төселіп киізбен қапталған жасанды апанда еш алаңсыз жатқан Ғайшаны көріп, бәрі аң-таң болды, абдырады. Ақлима жетіп келіп, Ғайшаны жұлып алып, бауырына басып, айғай салып жылады. Әжесінің даусынан шошып оянған Ғайша аздан соң шешесін танып жымия салды. Құран оқып отырған қариялар тоқтады. Түгелі дерлік тысқа шығып апанға бет алды. Сәбиін құшақтап аңырап келе жатқан Ғайшаны көріп, алдымен аңтарылып қалды да, сәбидің бұлқынғанын байқап, десті. Сол жерде болған жігіттердің айтуынша, Ғайшаның уысында қасқырдың бір уыс қылшығы қалған деседі. Анығын ешкім білмейді. Сыртқа үй тігіп, қарияларды жинап Құран оқып, үздіксіз дұға қылған, жаратушысына мінәжат еткен Молдыбай қарияның сол құлшылығының себебі де, соңы да жұмбақ күйінде қалыпты. Қариялар сонда болғандардың барлығына бұл оқиғаны тарқатып айтып елге жариялауға қатаң тыйым салыпты. Аңыз бен ақиқатын ара-жігін ешкім айыра алмайды. Жұрт та бұл жайлы байқап сыбырласпаса, даурыға жырламапты. Әйтеуір әпсана мен шындықтың арасында қалған осы бір әңгіменің кейіпкерлері болғаны хақ. Ғайша 18-ге келгенше бұлаңдап, ерке өсіпті, көрген ел сұлулығына тамсанып. Ғайшаның келбеті ерекше тым керім, үстіңдерінің оң жағына біткен меңі сондай жарасымды. Қарақаттай мөлдіреген көздері оттай жанып, қап-қара кірпіктері талдана тікірейіп тұрады. Иіле біткен қалың қасы қабағының үстіндегі күмбездей ерекше жарасымды. Мойылдай қап-қара шашы бұйраланып, толқындала иығынан құлайды. Ғайшаның деп суреттейді екен. Айттырған елдің ешбірін қабылдамай, Молдыбай немересін сүйгеніне ұзатыпты. Тапқан ұлдары бөрідей сұсты, ер жүрек батыр болғанға ұқсайды Ғайша сұлудың. Өзі дүниеден өткенше қасқыр емген қызы атанып, қартайған шағында қасқыр емген Кейуана деген атпен танылыпты. Әулие аталарының қасиеті дарған ба, көз тиіп, ұшынып, көтеріліп ауырғанмен тіл тиген баланы емдеп алатын емші болыпты. Рас болса, атырылып тұратын қабаған иттің өзі Ғайшаның көлеңкесін басудан қорқып, беті қайтып, жүні жығылып жата қалады екенміш. Бірінші бөлімнің соңы. Жалғасы бар.